Сәлем жас дос, ұзақ мәтін, қысқа уақыт, түсініксіз сөздер, бейтаныс сұрақтар. Сірә аз ғана уақыт қалғаннан кейін сенде осындай ой болып жатқан шығар. Бірақ бұның барлығы мидағы кедергілер. Біз осы кедергілерді жою үшін Назарбаев зияткерлік мектебіне түсушілерге арналған қазақ тілінен дайындық курсын бастаймыз. Осыған дейінгі алған білімдеріңді қайталап, жинақтай отырып, бүгінгі сабақта сен мәтін түрлерімен танысасың, олардың ерекшелігін ажыратасың және сабақтың соңында тек саған ғана арналған мәтінмен жұмыс жасаудағы лайфхактармен бөлісетін боламыз. Дайынсың ба? Ендеше кеттік. Сен білесің, әріптен сөз, сөзден сөйлем, сөйлемнен мәтін құралатындығын. Яғни мәтін ол белгілі бір тұтас ойлардың жиынтығы болып табылады. Жалпы бір тақырып көлеміндегі біріккен бір тұтас тиянақты сөйлемдердің жиынтығы. Мәтіннің түрлері қайсы? Біз көбінде шатасып жатамыз. Мәтіннің түрлері кейбір балалар 5-еу дейді, кейбір балалар 3-еу дейді, кейбірі 4-еу деуі мүмкін. Ал сенің пікіріңше мәтін нешеге бөлінеді? Дұрыс айтасың, мәтін 3-ке бөлінеді. Ол әңгімелеу мәтіні, пайымдау мәтіні және сипаттау мәтіні. Енді осы әрбір мәтіннің өзіндік қояр сұрақтары және ерекшеліктері бар. Ең бірінші мәтін түрі ол әңгімелеу мәтіні. Әңгімелеу мәтінінің негізгі сұрағы не істеді және не болды? Белгілі бір оқиғаның сатылап дамуын айтады екенбіз. Әңгімелеу мәтінін толығырақ түсіну үшін сіздердің алдарыңызда мынадай мәтін берілген. Осы мәтінді бірге оқып, әңгімелеу мәтінін одан әрі қарай жақсылап түсінеміз деген ойдамыз. Ең алдымен 24 жастағы жігіт әкесімен бірге пойызбен жол жүріп келе жатқан еді. Жас жігіт терезеге қарап тұрып, әке, қарашы, ағаштар ұшып бара жатқан сияқты деп таңдай қағумен болды дейді. Бұл жерде біз жаңа айттық. Әңгімелеу мәтіні ол не істеді, не болды? Не істеді? 24 жастағы жігіт әкесімен бірге пойызға мінді. Не істеді? Жігіт ағаштарды көріп таңдай қақты. Не істеді? Осылай мәтіндердің барлығы бірінен соң бірі сатыланып, дамып, жалғаса береді. Яғни оқиғалар тізбектеле береді екен. Бұл әңгімелеу мәтіні. Екіншісі бұл сипаттау мәтіні, белгілі бір затты немесе құбылысты сипаттау. Бұл сипаттау мәтінінің негізгі сұрағы қандай, қай. Бұл жерде де мәтінмен беруге тырыстық, мәтінді бірге оқиық. Аққулар үйрек тұқымдасының жеке туысына жататын өте сымбатты құстар. Мойны мен денесінің ұзындығы тең әрі иіліп келген, денесі созылыңқы, басы онша үлкен емес, тұмсығы тік әрі жалтақтау келеді дейді. Енді осы жерде қараңыз, сипаттау мәтінінің негізгі сұрағы қандай және қай дейтін болсақ, аққулар қандай? Олар өте сымбатты құстар. Одан соң екінші сөйлемде аққулар қандай? Мойны мен денесінің ұзындығы тең әрі иіліп келген дейді. Келесі үшінші сөйлемде аққулар қандай? Денесі созылыңқы, басы онша үлкен емес, тұмсығы тік әрі жалпақтау келеді. Яғни барлық мәтін сипаттау мәтіні болып есептеледі. Және ең соңғысы бұл пайымдау мәтіні. Пайымдау мәтіні белгілі бір нәрсені түсіндіреді, дәлелдейді, қорытындылайды. Соған сәйкес пайымдау мәтінінде себебі, өйткені, сондықтан, соның салдарынан деген себеп салдар мәндес сөздер көбірек кездеседі. Пайымдау мәтінінің негізгі сұрағы не үшін, неліктен? Пайымдау мәтінінде мынадай мәтінді беріп отырмыз. Дэниел Ксепканың болжамы бойынша, жер бетінен алып динозаврлар жойылғаннан кейін пингвиндер суық аймақтарда қоныс аударуға мәжбүр болған, судағы балықпен қоректенуге үйренген. Нәтижесінде қанаттарында өзгерістер орын алып, кеуделерінің қауырсыны қалыңдап, бұлшық еттері нығайған. Жаңа айттық біз, пайымдау мәтіні ол не үшін және неліктен деген сұраққа жауап береді. Бұл жерде мәтін пингвиндер неге ұша алмайды? Неге ұша алмайды? Себебі суық аймақтарға қоныс аударуға мәжбүр болған. Соның салдарынан қанаттары қатайып, кеуде қауырсындары қалыңдап, бұлшық еттері нығайған. Салдарынан ұша алмайды. Бұл пайымдау мәтіні. Балалар, байқасаңыздар, кейде сіздерге қиыншылық келтіруі мүмкін. Мәтіндер бір қараған кезде ол әңгімелеу мәтініне де, сипаттау мәтініне де, немесе пайымдау мәтініне де болып көрінеді. Бірақ та егер толығымен оқып шығатын болсаңыз, мәтін түрін ажыратуға болады. Мәселен, сіздердің алдарыңызға мынадай мәтінді бердік. Бұл әңгімелеу мәтіні ме, жоқ әлде сипаттау мәтіні ме? 20 жасар жас жігіт шатырдың алдында жанымен жатқызылған есек арбаның үстінде домбыра шертіп отыр. Майшамның жарығы маңдайына шағылысып, шып-шып шыққан терісімен айқасқандай еді. Домбыраның мойны ары-бері жүгіріп өткен саусақтарының астында тіріліп кеткендей. Енді ойлаңызшы, бұл әңгімелеу мәтіні ме, жоқ әлде сипаттау мәтіні ме?
Дұрыс айтасыз, бұл сипаттау мәтіні. Себебі әңгімелеу мәтініне де келгенімен бұл жерде оқиғалар желісі басым болу керек. Ал бұл мәтінде оқиғадан гөрі сипаттау мән басымырақ. Өзіңе уәде еткенімдей, сабақтың соңына таман мен мәтінмен жұмыс жасауда түрлі лайфхактармен бөлісемін дедім. Яғни біз мәтінмен жұмыс жасаудың тиімді 5 жолын ұсынып отырмыз. Ең алдымен ол сұрақты түсініп оқу. Бұл экспериментті тек қана уақыт қысқа болған кезде ғана пайдалануға кеңес беремін. Уақытыңыз тығыз болған жағдайда тек сұрақты оқып, сұрақ арқылы мәтіннен керекті дүниелерді тапсаңыз болады. Одан соң барлық жауап нұсқаларын қарап шығу. Кейде А жауабы алдамшы болуы мүмкін. Осы тұрғыда қателеспес үшін тек А жауабын ғана емес, толық жауаптардың барлығын бастан аяқ оқып шыққаныңыз дұрыс. Үшінші, ұзақ көлемді сұрақтардан қорықпау. Кейбір ұзақ мәтіндердің сұрақтары қысқа болуы мүмкін, сәйкесінше қысқа мәтіндердің сұрақтары ұзақ болуы мүмкін. Сондықтан бұндай мәтіндерден қорықпай, бастан аяқ оқып шыққаныңыз жөн. Және негізгі ойды мәтіннің соңынан табыңыз. Егер мәтін ұзақ болатын болса, мәтіннің негізгі ойы ортаңғы негізгі бөлімінде болады. Ал егер мәтін шағын ғана болатын болса, негізгі ой мәтіннің соңғы жағында кездесуі мүмкін. Және ең соңғысы ол уақытты тиімді пайдалану. Егер осыған дейін мәтінмен жұмыс жасап дағдыланбасаңыз, белгілі бір уақыт аралығында мәтіндермен жұмыс жасап үйренгеніңіз жөн. Жас дос, бүгінгі сабақта сен мәтін түрлерін ажырату және мәтінмен жұмыс жасаудың тиімді жолдарын үйрендің деген ойдамын. Осы тақырып төңірегінде тапсырма берілген, тапсырманы мұқият оқып шығып, дұрыс орындайсың деген сенімдемін. Ендеше сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыз.